Ез да? Ауылда жүрген, Қызылордада жүрген Абзал Ез. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен осылай Таиланд еліне келіп қалған жайым бар енді. Бүгін біз Таиландтамыз. Балыққа барайын деп жатырмыз. Қазір ар жақта жиналып жатырмыз балыққа баратын адамдар. Мінекей Таиланд болғанда енді Пхукет деген островтамыз, яғни аралда. Мынау Пирс, Чалонг дейді. Чалонг деген райондағы Пирс. Осы жақтан барлық қайықтар кетеді ары қарай. Турмен кететіндер бар островтарға, және де одан бөлек балыққа кететін қайықтар бар, мынандай кішкентай каноялар бар. И осы жақтан бұйырса шығатын боламыз. Бүгін бізде морской рыбалка болады. Мына судың барлығы теңіз, Андаман теңізі. Артымызда тұрған таулар, анау ар жақта островтар. Біз қазір енді Пхукеттің островында тұрмыз. Анау кішкентай островтар ар жақта. Өткенде Джеймс Бонд аралына бардық. Ол жақты да көрдік, керемет. Мұсылмандардың ауылына бардық. Судың үстінде орналасқан. Оны Instagram парақшамнан көрсеңіздер болады. Лайк басып қойыңыздар. Осымен видеомыз басталады. Бұйырса бүгін енді тунец және де тағы да басқа бір түрі құбыжыққа ұқсайтын бір балықтар түсетін шығар деген ойдамын. Оның барлығын түсіріп отырамыз. Қазір мына жерден жиналғанымызды күтеміз. Мына жақта әртүрлі көліктері бар. Мынандай автобустар бар өзінің. Пирспен ары қарай до конца апарып тастайтын автобустар. Мінекей мына жақ осындай керемет болып тұр. Таиландқа келгенмен уже 7 күндей ма болып қалды негізі. Уже бұйырса 3 күнде қайтамыз, құдай қаласа. Оған дейін ауа райы нашарлау болды. Жел күнде, мынандай теңізде муссондар болды, толқындар. Сол себепті шыға алмаған болатынбыз. Кішкене назар көрсетіп жүрейін. Осындай автобустар жүреді. И бұл автобус ары қарай кетеді. Мына жақта біздің көршілеріміз Қытайлар бар. Және де Ресейден келген көршілеріміз бар. Осындай қайықтар, мыналарды спидбот дейді. Яғни бұлар скоростной болады, қатты жүреді. Тез барасың, любой кез келген островқа баратын болсаң. Теңіздің ортасына бірақ шығасың. Жағаның бәрі осындай. Кішкене енді ластау енді. Қазақстан сияқты таза емес. Бірақ табиғатына келсек, туризмге келсек, өте керемет дамыған. Қалып кеттік. Бұл жерде Қытайлар бар екен. Бәрі көрші мемлекеттер бар, бізбен көршілесетін. Барлығымыз бірге бара жатырмыз. Балық аулаймыз. Теңізде 10 адам ба? 11 адам ба? Кеттік. Сыртында да тұруға болады автобусын, сыймай қалса. Тайларға риза болдым мен. Олар өте қонақжай халық екен. Барлығын түсіндіреді. Ешқандай білмей жатсам айтпайын деген жоқ. Барлығын түсіндіріп береді. Әйтеуір орысша білсем де бір кішкене түсінесің. Ағылшыншадан ключевой сөздерді білсем болды. Маңызды. Және переводчик арқылы жүре бересің бұл жақта. Ал ауылда рогаткамен балық аулап жүрген мен Таиландта теңізден балық аулайын деп ойлаған жоқпын. Осылай жолымыз түсіп саяхатпен келіп жатқан жайымыз. Қазір мына жақта өзіміздің балық аулайтын қайығымызға отырамыз. Қайық болғанда катер дейм ба не дейді? Андай жилет киіп алып. Енді қауіпсіздік деген әңгіме бұл жерде. Іші тарлау екен. Ал рум-тур көрсетейін. Екінші этаж. Екінші этаж. Ана бірақ су екен да. Кеттік. Қайығымыз шықты. Қармақтар дайын. Теңізде балық аулайын деп жатырмыз. Қазақша контентте. Алғашқы рет. Ал жігіттер. Мінекей. Қармақтар қандай екен? Бұл енді простой қармақтар екен енді. Анау үлкен морскоймен ұстайтындар бар, олар енді қымбат тұрады, ол тұғырлар. Енді қаражатымыздың барына байланысты көрейін деп жатыр. Таиландқа күнде келіп жатқан жоқ, сол себепті өмірімде бір рет болса да
көріп кетейін дегенім ғой. Қалай болады? Хотя бір тунец ба бір балықтың түрін көрсек те, ол да бізге керемет жетістік. Ауылда жүрген, Қызылордада жүрген Абзал С енді Андаман теңізінің жағалауында. Жағалау емес даже, теңіздің ортасында. Біздің көмекшілеріміз, бұлар енді күнде олар жүрген профессионалды қармақ салды. Салат карабинмен. И одан кейін лақтырады. Бойынша бізбен жақсы балдар сияқты. Осылай ағыспен жүре береді ау негізі. Сөйтіп жүрген кезде балықтар ұру керек. Жыртқыш балықтар болу керек мына жақта. Анадай түрі бір құбыжық сияқты балықтар көрген интернеттен. Ондай балықтар да бар екен. Қазір енді күтеміз тапқан. Енді бүгін бір балықтың түрін көріп, бір-екі рет тапқанын өзі деген керемет бақыт қой. Теңізде балық аулауды кішкентай кезімнен ютубтан көріп, интернеттен көріп армандайтынмын. Көргім келеді. Армандар орындалады екен ғой. Хапс болатын енді, хапс. Есть рыба? Ой, хапс кетті. Хороший? Да маленькая, вон она. О, видно. Ал, что бы наживал? Пакет. Em đẹp đây. Рыба ушла, упаковка только осталась. Пакет түскен ғой.
мына жерде кішкентай балық жатыр. Мынадай балық. Есть? О, что за рыба? Смотрите. Красивая рыба. О, алғашқы балық бар. Ал, күтіп отырмыз. Алғашқы 2 балық ұстадым мына жақта. Түсіп жатыр балық. Есть, да? О, түсіп жатыр мына жақта. Из глубины, да? Прям. Сейчас. Видео. Мінекей. Көрші жерге түсіп жатыр. Түртті ма? Тарт. Крупные, да, походу? Мінекей. О, міне. Кішкентай балық түсінады. Павлюк болды. Білмеймін, шығып кеткен сияқты бана, шығып кеткен сияқты. Шығып кетті. Жек кетті. Жек кетті ма? Менде бар сияқты менде. Бар сияқты. Жоқ екен. Что-то ауыр шығып жатқан сияқты ма? Бір нәрсе бар сияқты ма, или жоқ па? 40 метр тереңдік бар мына жерде. Опа, бір нәрсе. О! Sạc mà bảo. Маған түсіпті. Mặt ơi đó. Mặt lấy mình đây sai bị gì nữa đó. Опа! Бір нәрсе бар сияқты. О! Опа! Мына кішкентай бол. Алабұға сияқты аңғара. Бір нәрсе бар сияқты. Что-то бірден ұрады, ана түбіне жеткен кезде. Бір нәрсе бар сияқты бірақ. Майда балда балықтар. Ай жерде ауырт балығы. Өзінен ауырт. О! Мінекей. О, мынау нормальный. Мінекей, қып-қызыл балық. Сырта алабұға сияқты болады екен. Мінекей. Теңіздің балығы. Сырта алабұға сияқты. Кальмарға аулап жатырмыз. Біраз жинап тастаппыз. Мына жақта талпа болып. Керемет. Бірақ кішкене құсқым келіп біртүрлі болып тұрмын да мен мына жерде. Өткен мынау қайық бар ғой. Былай тербеліп жатыр. Мінекей мынандай кальмар кесіп береді өздері дайындап. Соны саламыз.
Өздері дайындап қойған. Nó giá Нарезка ғой. Қысқасы. Ал, басқа жерге бара жатырмыз. Бақ, қайық бар ғой, кәдімгі қатты тербеледі екен. Бүгін шамалы толқын болып тұрғасын ба, ана. Даланың барлығы бұлтта. Соның кесірінен сияқты. Жел де бар да кішкене. Сол желдің кесірінен кішкене толқын көтеріледі да, жүрегіңді айдайды, айнытады, құсқың келеді, біртүрлі боласың. Атак былай. Андай балықтар ұстап тастады. Майда шида. Бірақ түрлері қызық екен да. Түрлі түсті біздегі дейміз да. Бізде шамалы бір көкшіл болады балықтар. Ана жақта түрлі түсті екен. Қызыл деген сияқты, қызыл қоңыр деген сияқты. Сонысы қызық екен. Білесін аға түспеді. Жолдерге. Ал локация өзгерттік, басқа жерге кеттік. Енді лақтырамыз. Түрде жібереміз. Терең мына жақтар бар ғой енді. 40 минутта, 40 минут деп 40 метрдей бар енді. 40-50 метр. Кетіп жатыр. Қытай жігіттер жақсы аулап қояды екен негізі. Все, түбіне түсті. Түбіне түскеннен кейін кішкене бостап отырмыз. Міне кейін аңғара дәрі түсті. Это дорада или что? Әне дәрі түсті. Поздравляю вас. О, нифига. Это что это? Акула, что это? Сейчас. Я тоже сфотографирую. Что отправлю через. О. Видео. Красава. Ебал нам. Да ты возьми за узелок, где этот крючок привязан. Ар жақтан тамақ керемет, мынандай неше түрлі балықтар көріп жатырмыз. Білмеймін, атын білмеймін. Ар жақта бағана ұстағандарды қуырайын деп жатыр. Қазір бізге де түсетін шығар деген ой бар да. Ар жақта балық пісіріліп жатыр. Ұстаған балықтарымыз қуырылып жатыр. Осындай балықтар түсіп жатқан. Майда, кішкентай, қызыл, түрлері де қызық. Ар жақта жігіттер қуырып жатыр. Кетіп бара жатырмыз. Ұшы қиыры жоқ теңіз. Қуырылған балықтар. Мәссамына жігіттер. Қуылыққа қарасаңыздар. Қандай керемет мына жақта. Артында осындай арал. Тамаша мына жақта екен. Бағана кішкене жүрегімді алып болған болмаса, бұлай керемет ұнап жатыр маған. Артымызды қараңызға. Мінекей. Андаман теңізі. Мына жердің суы көп күнде күшті екен. Мәссаған. Аралшыққа келе жатырмыз тамақ ішуге. О, моторды сөндірді. Жай келе жатырмыз. Бағана медуза көрдім. Көп күнбек болады екен. Бұл жақты медузалар шақса адамды өлтіріп тастауы мүмкін. Қалай бір аралдың қасына жақындаймыз, сол кезде уже толқын басылады да, өте керемет болады. Эксклюзив. Аңғара балықтарды қара. Толып жүр. Аңғара аквариум бар ма? Майда балықтар деген толып жүр. Майда болғанда бағана біздің ұстап жатқандарымыз осындай ғой. Асты көріп тұр ғой. Ал мінекей.
Балық дайын болды. Білмеймін, аты қандай екен бұл балықтың. Әйтеуір ұста. Көрейік. Тамаша екен, иә? Тұзды? Ал бізге ас болсын, тамашалай. Өзім балық аулау түсіреміз. Керемет болады балық аулау. Неге? Қытайдың шығармайтын жоқ деген осы... Әне. Ұстап алды әне. Адамнан айласпайды деген осы. Шелектеп ұстап отыр. Балықты. Майда. Оларда данышпан бұл жүргенше. Жібереді още бұларда ше. Әне, ұстайды әне. Бағана батыр алмай атқанда пластмасты. Қазір ішіне жем салып жүреді. Жем салып жүреді әне қазір кіреді. Шығып кетті. Әне. Мыналар маяқта Қытайлардан өтіп отыр ғой, тайыстар сачокпен ұстайын деп отыр. Конкурент деп отыр ғой. Қаласып көрген біргесі. Ông này á, mình không thấy là đã khai. Mình không thấy là đã khai, mình âu cái mà con. Ông mình âu cái mà con, là mình âu cái dục về. Ой, ұстаптасың. Con vậy. Mình gạt tắc mình con đi. Hay mình quay không mà con. Ông ơi, cái đắng. Cái đắng này. Қырып жатыр ғой балықты. Мен. Бір-бірімен жазып жатыр ғой, неше түрлі айла тәсіл ойлап тауып мына жақта. Аңғары балықтар. Түсті, о. О. Big fish. Đắng này là ngoài nào đúng tôi ấy rồi đúng. Өздері таңғалып жүр. Шок болып. Прикол ұстап. Biết lúc mới. Rồi mình tập chạy. Dạ, stay kìa rồi. Bôi, ba đi, mấy con con. Stay này. Nó kia tặng tôi giấy mà. Балық, түсті жігіттер, балық. Дөу балық. Жаңа қанатын көрдік, әне. Түнец ба бір нәрсе. Мәссаған. Дөу балық түсті, дөу балық. Әне, қанаты көрінді. Em lộ mà liền. Á rồi mày á đó. Á rồi mày này mình. Á rồi mày á. Дөу балық. Ағашқа келген бе не? Ағаш екен. Балықты ойлап өтіп. Ағашты кім ойлады? Балықты ойлап өтіп қалсын. Бірақ көрінгендей болды. Ар жағында бар ғой деймін. Бар ар жағында. Ар жағында бар ма? Жоқ па? Ой, жоқ. Ал қайықты қосты, моторды қосты. Енді кетейін деп жатырмыз. Білмеймін, енді қайтамыз ба, қайтпаймыз, енді жолдан тоқтай ма? Қайтса қайтат шығармыз. Бірақ енді қызық екен бұлай. Үлкен балық ұстау керек еді негізі. Үлкен балық ұстау пайда болып тұр. Мына жігіттер что-то балықшыға ұқсамай ма? Біз алдап жүрген ба деп ойлап қойсың. Осылар ғой негізі әкеліп жүргеніміз. Ақшасы төлеп келіп жүргеніміз ғой.
Ал қайтып келе жатырмыз. Шамал қалды. Енді бүгін бір үлкен балық бұйырмағаны бар енді. Сонда да көрдік қой жігіттер. Теңізде балық аулау. Екінің бір келіп жатқан жоқ. Барлығы күшті өтті, негізі ұнады маған. Осындай бір артымызда аралдар, теңіз. Барлығы ұйықтап жатыр. Келдік, Килсқа келдік. Қайтамыз. Қандай автобус қалды болған. Осы автобус арғай апарып тастайды. Керемет балық аулау болды. Естен кетпес. Көрдік қалай аулайтынын. Кішкентай болса да енді қанағат. Дәмін таттық, ең бастысы. Өкінбеймін келгеніне. Ең бастысы армандар орындалады. Келдік. Ал бүгін мен керемет назар. Әдемі екен. Сіздерге де үтет жүрейін дегенім ғой. Көрмен келген. Балыққа бардық та. Бүгін осындай жерлерде қыдырып жүрміз. And one leg down. One leg down. Өте керемет. Андай қайықтар. Yes. Ар жақта қара. Андай таулар. Үлкен-үлкен. Жақта қайықтар кетіп бара жатыр. Ар жақтың таулары андай болады екен, тіке, тік жар. Біздің жақта бұндай таулар жоқ қой. Мына жақтікі басқаша екен. Әне кетіп бара жатыр. Қазір осы жақта пляж бар екен. Сол жаққа тоқтаймыз. Сіздерге көрсетіп жүрейін дегенім. Тек қана балық аулау емес, бір жағынан осындай саяхатты да көрсін деген. Қарындай керемет мына жақтар. Мінекей, мынандай жердеміз. Керемет қонма жақта екен. Артымызды қара. Тропика болып отыр. Да, бір жаманы осындай керемет жерге қоқыс тастап, мындай бүлдіріп тастағандар болмапты. Судың бетінде қалқып жүр пластиктер. Мына жердің тұзылуы көп па, сондай ау деймін. Барлығы мына жақта су атып жатыр. Керемет. Ана жақтан шығады. Мынау пейзаж бар ғой енді. Көзбен көрмесе былай видеода дұрыс көрінбейді ғой. Мына қайықтан алайда. Моторы ұзын болады. Ал жігіттер, Ақтаудың батыс жақтың жігіттеріне, Қызылорданың жігіттеріне, және де бүкіл Қазақстанның жігіттеріне осындай қи аралдарынан сәлем жолдаймын. Және бізде Қарақалпақстан жігіттері бар, оларға да сәлем жолдаймын. Және Өзбекстанның балықшы жігіттеріне. Енді балық туралы емес, бұл енді жай ғана саяхаттау туралы видео ғой. Мінекей, мына жақты қара. Керемет болып тұр. Тауларды қара. Саған мынау. Мына тауларды қарасаңыздар, мынау не деген әдемі жер мынау. Мінекей, қандай керемет жерлер. Жүріп бара жатырмыз қайықпен. Мінекей қайықпен бара жатырмыз. Тауларды қарасаңыздар, қандай керемет. Таиландтың табиғаты өте сұлу екен. Айтсам енді бір камера арқылы енді көрсете алмайсың ғой. Көзбен көргенге жетпейді. Осындай сіздерге де бұйырсын. Ана тастарды қара. Үлкен тастар. Осындай жерде интернет бар ма деп сұрасаңыздар, 5G интернеті тартып тұр мына жерде. Қалай дамып кеткен, е? Бізде Қазақстанда қаланың ішінде 4G-дің өзі әрең тартады ғой. Алматыда 5G тартып тұр. Судың астын қараңыздар, көрініп тұр. Мінекей, мұсылмандардың ауылына келіп, осындай ауылдамыз. Осындай үйлер жағажайдан алысқан.
ар жақта көрсетіп жіберейін. Мінекей мына жақта қараңыздар, мынау қандай керемет, мынандай табиғат. Бұрын цунами болған екен, цунами болып шайып кетіп, одан кейін орнына қайтадан осылай ауыл жасалған екен. Мінекей артында қараңыздар. Барлығы сауда саттықпен айналысады ғой негізі. Сосын балық аулап осы жақта өмір сүреді ғой. Керемет. Пепидон деген арал. Мынандай. Барлығы мұсылмандар өзіміздің. Мінекей. Қараңыздар. Қандай керемет сұлулық, иә? Осы жердің барлығында мұсылмандар тұрады. Тамаша. Аны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қайталап айта берді дейтін шығарсыздар. Өте керемет екен. Бізде мынандай пальмалар өспейді ғой. Мына жақта пальмалар бар. Жап-жасыл мынау. Таза кинодағыдай. Ана изгой деген кино бар ғой. Сондағыдай болып тұр ғой. Мына жерде бір кокос шып жататын жер болмау деген. Ажақ керемет екен. Ана оның алдында Пукеттің жанындағы жерлерде мынандай әдемі жерлер жоқ та. Олардың барлығы осындай. Мәссаған қара. Ана джунглиді қараңыздар. Тауларды қараңыздар. Үлкен қалың. Мынандай күшті үйлер салып тастаған. Мынау арал керемет екен. Джунгли де бар. Мына жақта пляж да бар. Табиғат та бар. Таң қалып тұрмын мен табиғатқа. Оның алдында аралдарға барғанбыз. Оларда бірақ дәл мынандай болған жоқ та. Бірақ олар да керемет болды. Бірақ мына жерде енді анаң қара. Кино. Пхи деген остров қой. Қанша цунами болса да қайтадан осы жерге үй салып, қайтадан орналасқан адамдар, өйткені туризм дамып кеткен. Ал жігіттер, осымен Таиландтағы саяхатымыз аяқталады енді. Көрсететін жерлерін бір-екі рет көрсетіп жүрдім. Өйткені менде основной балық аулау туралы болғасын, бізде путешествие туралы білмеймін, енді особо өтпейді менің каналымда. Керемет пирсқа келдік. Все, отельге барамыз. Құдай қаласа, ертең Алматыға қарай Қазақстанға ұшатын боламыз. Керемет демалыс болды. Пхиді көрдік, жан-жағын. Кеше де әдемі балық ауладық. Лайк басып, комментарий жазып кетейік.